Мен бірдеңені айтып түсіндірейінші. Осы Қазақстанның адамдарына таң қалам. Өзіңнің қара топырағыңнан шыққан өнімді ал десе, кім қай жақтардан алып жатады, бұл қызғанышқа барып жатады. Иә, өйткені менің ақшам көп, мен сенен алмайым, алсам мен фирмадан алам дейді. Фирмасы шетелдікі болады. Оның ішінде не бар, не жоқ, оны мен хабары жоқ. Енді бұны не үшін мен айтам? Мына бір затты мен 8 жылдан бері қолданам. Әуелі Алла бұған шүкір етем мен. Шүкір етем. Мен бұдан 2003 жылы аварияға құлағанмын. Небір күндердің басын Аллаға шүкір өткізіп келатырмын. Көзің көрмейтін, аяғың жүрмейтін, асқазаныңда язва бар, сен құлағыңда тосаңың бар, өмірден осылай өтіп кетесің деген профессорлар, мен деген қазіргі айта берсең бәрі өпкелеп қалады. Медиктердің бәрі ошибка жасап қойған. Неге десейш? Өйткені менің құлағым осы бір заттан естіп кетті. Аяғым Аллаға шүкір жүріп кетті. Асқазаным осы бір затты жеу арқалы язвадан мың Алла шүкір жаратушымның жақсы болдым. Көз енді поврежденный болып қалды. Өйткені көз ол енді жанарың ғой, Алланың бергені ғой. Осы көзің сенің дейді, маған айтып еді, жұмылып қалады деп еді. Тас болып жұмыласың көзің ішіне қарай кіріп кетеді деп еді. Жоқ, көзім әліге дейін орны бар. Жыпылықтатсам, ішіндегі заттар бүйтіп ойнап жүреді. Бұны айтайын дегені, халқым, айналып кетейін, ақшаңды далаға шашпастан, анда-мында жүгіріп шаршамастан. Мен қай жерлерге бармадым. Менен бәр заттың несі өтті. Шаршап кеттім мен. Сосын айқош деп отырғанда, осы бір затты реклама қылып отырған өзіміздің Сәниева компаниямыздың өнімдерін жасап отырған Айжан Рахметолла қызыдан рахметімді айтам. Осыдан мен алып, аяғым жүріп кетті, құлағым естіп кетті. Гаймалит менде жоқ, бірақ деген әуелі Алла асқазанымда язва болатын, оны мен жазып алдым. Басым өнемен ауырып, небір дәрілерді шеп отыратын. Қазір мен Құдайға шүкір етем, дәрі-дәрмен міне менікі. Тілімнің астына салып емделем. Соны алсайш, жан жаққа жүгірме, ақшаңды шашпа, әке шешеңе көңіліңді бөл, ол